Құралай салқыны. Есіңізде ме, сәуірдің 5-7 аралығында ай тоғысады. Осыдан кейін 5 қонақ басталады. Себебі күн бұзылып, қар жауып борайды. 5 қонақ аталуы кезінде 5 адам күн жылынды екен деп ауылдарға қыдырып аяғында үйіне қайтарда қар, боран, суық болып, 5-еуі үсіп өлген екен. 5 қонақ деген содан қалған. 5 қонақ кезінде жолаушы жолға шықпайды, малда алысқа бақпаған. 5 қонақ әр өңірде климатына қарай әрқалай болады. 5 қонақ кезінде киіктерде көбею процесі болады. Ұрғашы киіктерге текті тұқым көбейту үшін ер, қанаты мықты, тегі мықты киіктер ғана тұқым салатын уақыт. Міне, алдымызда Құралай салқыны келе жатыр. Ол 19-ы, 20-сы, 21-ші мамыр 3 күн болады. Киіктер лақтарын туып далаға, шыңғылдың арасына тастап кете береді. Жылда осы күндері қатты суық болады. Оның себебі Алла құдіретінің кереметі ауа райын суытады. Киіктің баласы тезірек орнынан тұрып жүгірсін деп. Ғажап. Киіктер бір жолмен жүреді, картаға сызғандай. Оның себебі даладағы бір киіктер туып, тастап кеткен лақтарды екіншілері емізіп кетеді. Одан үшіншілері емізіп кетеді. 3 күн ішінде аяғына нық тұрған киіктің лақтары келесі киіктермен еріп кете береді. Құралай суығы кезінде бақшаларыңыздағы жерге еккен желектеріңізді тұмшалап жауып қойыңыздар. Бауыржан Сатыбалдыұлы.